Қатын аузын жап. Жігіттер қыздардың параметрына көп қарайсыздар, бірақ толық қыздарды удачно тұрмысқа шығып жатыр ғой. Проблема бізде домашнее насилие көп. Біреу сабап атқан, милиция, полиция, бәлі. Неге ұрады оны? Жай сөзбен түсіндірсін да? Ол даже сүндетке отырмаған. Серьезно? Ориентация нормально, да? Блин, сіздер бар ғой. Бетке ажым түсіреді екенсіздер негізі. Негізі мен жамандағаным емес дейді да, бірақ Ол миф емес па? сондай бірақ қыштатын әңгіме екен ондай. Кішкене елдер мынау сорлы деген басталады. Біздің қазақтар жақсы көреді ғой ондай жасын. Мен Осы қараймын. жерде қоясаңыздар. Жарайды, мен қараймын. Әйеліңіздің баласы емессіз ба? Миллион просмотрлар жиналатын подкастымыз басталды десек қалай? Бұл Тредстан бағдарламасы. Жалпы Тредстағы түрлі бұтақтарды оқимыз. Қазіргі таңда елдер барлығы жаңағы жазбаларын, жаңағы белсенді жазбаларды. Ең үздік бұтақтарды біздер талқылайтын боламыз. Дәл осы жерде. Жапырақ, тамыр деген. Хорошо. Сіз айтса түр жасап аласыз. Мен снегурочка болып жұмыс істегенмін. Тойда біледі ғой болады. Бізде түр жасау деген жоқ. Қандай, наоборот сол сөйлеп жату барысында түр кетеді ғой, эмоциялар. Эмоцияларды көрсетпей ақ қойған. Киноға кастингтен өтейін деп жатқан жоқпыз ғой. Иә. Айтқым ғой, шынайы. Просмотр жинап, может быть, Амин. 5 минуттан кейін сразу миллион болсын же. Жақсы сөйлейді да, негізі адам дұғасы жаман айтса да, жақсы айтса да қабыл болады екен. Сондықтан сөз энергиясы деген қатты жұмыс істейді. Сондықтан тек жақсы сөйлейік, миллион просмотрлар жиналатын подкастымыз басталды десек қалай? Сосын Оразаның алдында айтылатын сөздер. Оразаның алдында әдемілеп су ішіп алайық кәдімгідей. Бір же вайп кетті алғашқы десеңіз, эмоциялар кетті. Ал енді Эмоциялар. Тредста отырасыз ба өзіңіз? Әрине, соңғы кездері қатты отырып жүрмін. Қатты отырып қалай ол? Қатты отыру деген. Отырып қалып жатсыз ба сол жақта? Отырып емес, жатып қалдым даже бар ғой. Мәссаған. Сонымен енді күйеуім не қарап жатсың деп кетеді да енді ше. Ана Тредс деп қоясың да сонымен кетесің ғой, неше түрлі. Көт Тредсте мынандай екен, бір теманы қарасаң, сол темаға қатысты шығара береді екен ше, негізі ше. Сондықтан жақсы жағы да бар жаман. Позитив, негатив. Негізі негатив почему-то көп, білмеймін, неге қазақтар негатив толықпаған іштерінде. Негатив, позитив, Ернар Айдар дейсің. Ернар Айдар, оның несі негатив? Жақында келді ғой, қосылды. Тек жақында қосылды Тредсқа. Солай ма? Біз осылай астарлап әзілдейміз. Енді өтіп отыр ма? Темаға кіретіңіз ұнап отыр маған. Земамен жақсы өтіп отыр, сізге кішкене жете алмай жатырмыз. Жоқ, негізі көрдіңдер ғой, мен Земамша күшті кіреді екен темаға. Екеу салып па? Так, оқиық онда. Иә. Бұл Тредстан. Тұрмысқа шығуға асықпа, дым жоқ бәрібір. Жұмыс істеп, қыдырып, жүріп қал деген жеріне келдім өмірдің дейді. Жалпы қыз балаға қоғамнан көп нәрсе талап ететін сияқты. Тұрмысқа шықпай жүрсен, неге тұрмысқа шықпай жүрсін? Қыз туса, неге ұл тумай жүрсін? Ұл туса, тағы бір қыз керек деген сияқты ше. Мысалы, мен өзім бір балам бар, ұл бала, енді бір қыз туып ал деген жеріне келдім өмірдің. Сіз қай жеріне келдіңіз өмірдің? Негізі мен өзім 36 жасымда тұрмысқа шықтым. Оған дейін бизнес жасадым, квартирамды алдым дегенде сонымен бәрі, өлгейдің ба ақшадан, өстіп ақшадан көміліп қартаясың, анау қашан байға тиесің, сен бай алмайды, құдай айтпаған сөздер жоқ, бірақ оның бәрін көтердім. Алла ғой бәрін реттеуші, адамдар емес. Одан кейін тұрмысқа шықтым, енді бала темасы. Енді 2 ай болды, соның өзінде де уже бірден бір искек қалсаң сториске там жүрегім айнып тұр, мынаны хочу деп қойсаң бітті. Аяғы ауыр, сен ұл болады, қыз болады деп пока что маған қатты тиісіп болған жоқ, но былай реакция, вибрациялар кетіп жатыр. Неге сол халық біреудің өміріне араласуды жақсы көреді? Енді біздің менталитет деген бар, енді жалпы ол бізде актуальный тема, біздің Қазақстанда. Өсек деген теманы енді жаны кіріп тұрып айтатын, ешкімге айтпай ақ қой сен. Ешкім білмесін, арамызда қалсын бәрі. Жамандаған емес дейді, жамандап сай ма? Негізі мен жамандағаным емес дейді, бірақ Құдай өзі кешірсін деп қойып айтатындар жетеден майын ағызып тамыз. Бірінші кешірім сұрап алады, сосын барып жағы өсектен жібереді дейсіз ғой. Ауыздары кепкенше ма. Негізі мен бір ойым былай, сіздер қалай ойлайсыздар? Блогерлер айтады да,
сіздер неге айтасыздар, сіздер мен туралы бүйтесіздер, адамдар оңбаған дейді да. Сен блогерсің ба, сөзге шыдауың керексің да. Онда салма ештеңкеңді. Сен блогер емессің бе? Мысалы, кім берді? Блогер емес адам бар ма? Бәріміз блогер емеспіз. Біз көремеміз ғой. Вообще WhatsApp статус жоқ адам бар ма? Жоқ. Жоқ, мен кітап бәріміз оқимын. машина алсаңыз саласыз, о, машина, проектасы, о, анау, о, iPhone, өсектер кетеді. О, қанша қалдың, кредитка алдың ба, проценті қанша кетеді да? Өз-өзіңіз жармалып асығыссыз ба? Сексен мен айтып жатыр ма? Сексен Өмірде мен. бәрімен де тез-тез. Жұмысқа да X2 мен айтады екенсің. Жұмысқа да тез-тез, дом культураға да, мәдениет үйіне тез-тез барамын, тамақты да тез-тез ішемін, кірді де тез-тез жуамын, бәрімен де Онда тез-тез. давайте тез-тез бітіріп тастайық потом. Жоқ, бітірде ол миллион Енді просмотр жинамай сол қалады. қыздарға қандай ақыл кеңес айтасыз? Шатақтарым Сабыр болмасын. түбі сары алтын. Вообще ешкімнің сөзін көңілге алмау керек. Өзің мотивацияң, өзің планың болсын, жүре берсе, бір алар еді дейді оны. Сөз айта бергенімен оны уайымдасаң, уайымға батып, қайғыға кіріп, депрессияның төбесіне, көкесіне кетесің. Сондықтан көңілге алмау. Болды, өз тірлігіңді істей беру. Бір жағынан, вот смотрите, бір жағынан ол сөздерді айтатын бөтен адамдар емес қой. Мамалар, родственницалар, да, тумалар. Туысқандар. Досшылатып айтады демексің. Себебі мысалға өзім мен үйлендім да, и біздер уже 3 жыл болып кеткен да үйленгенімізге. И уақыт зымырап өтіп кетеді, байқамай қалады екенсің да. Ажырасатын уақыт келді деші. Байқамай өтіп кетеді екен, и соған уайымдайды да олар, ол уақытты тез өтетінін байқаған. Сен үшін уайымдап жатыр ма? Әке шешең уайымдағасын айтады Жасың да. келді ғой. Жасың келді ғой. Шашың ағарды ғой. Когда ребенок, бүпе қашан туасыңдар, анау-мынау. Сіз қайшылықсыз негізі Мен андай. 91 жылғымын. Ой, вообще жас 2003-те отырмын сізді. Мен 2003-те отырсыз Иә, ба? прям мына жас. Қай жеріне қарап 2003-тен? Білмеймін енді, қай жеріне емес, в целом бір адам көре салғанда ойлады ғой, мынандай жылғы ма деп. Маған вообще жыл сайын төмендей береді менде. Бұрында Сен өспей жатсың ба сонда? 97 береді, қазір уже 2000, 2003, 2004. Корейціз ба деп сөйтіп ойлап қалдым да. Аньоньхана деп айтам ба деп келгенде ойлап Жаңа қоямын. барахолканың дунгайны. Қандай ұлттар Сіздер қай жерге келдіңіздер? Өмірдің қай жеріне келдіңіздер? Өмірдің біз әрдайым Айболат екеуміз күшті дуэтпіз ғой. Айболат екеуміз күшті жерінде жүрік. Қай жерінде бізге де айтыңдар, сізде бар. Бала шағаң бар, бәрі бар, достарыңмен апта сайын баняға барасың, күшті. Болды, басқа жоқ қой. Басқа не уайымдайсың? Уайымдамау керек. Дұрыс айтты. Уайымдамау керек. Уайымдамай өмір сүрсең болды. Уайымдасаң, Уайым жейді адам. Уайымдасаң, Уайым түрің қайрат жемеймін. сияқты болып қалады мысалы. Зачем ол бізге? Қайрат сияқты. 2003 жылғы. Жас Алмаға көрініп құрт тұр ғой. түссе, алма әдемі алма бет құрт түссе, бір аптадан қарасаң алманы түгі қалмайды ғой. Не жей алмайсың, не істемейсің, иісі де жаман болып кетеді. Сол сияқты Жоқ. адамды да жей береді, уайым жей береді, Жоқ, жей оны береді. жерінше аккуратно аласың да, жей бересің. Жоқ, нормально. енді ол көріп қалсаңыз, уайымды уақытысында тоқтатсаңыз, яғни ол значит алдың дейді. Уақытысында тоқтатпасаңыз Болмаса бітті. банан же. Мысалы, сізге Это был құрбыларыңыз сильно. айтты ма? Тұрмысқа шықпай қой, ол жақта ешқандай қызық жоқ деген сияқты. Бір күліп онда. Екеулерің күлкілерің айырып отыр ғой бір-бірлеріңді. Айтқандар бар андай. Ой, куда спешить? Ты чё там? Носки трусы идешь стирать, типа соған асығып атсың ба, носки трусы жууға, асықпа, үлгересің, асықпа, жасарың жасар, басарың да савал деген сияқты айттың. Но бізде енді әйел азаматшаларын білесіздер, бізде возраст, біз енді әйел азаматшасы болғанда жаратылысымыз әйел болғандықтан біздің мақсатымыз ұрпақ тарату. Ең бастысы біздің цель ұрпақ тарату болу керек. Алла тағала бізді сол үшін жаратты. Машина, бизнес, ол второй план. Без разницы. Тарату. Жоқ енді айтады ғой тең-теңмен дейді, Аллах тағала бәрімізді теңізбен жаратқан ғой. Асықпау керек, ең бастысы жұмыс істей керек, өзіңе фокус қою керек. Ол келетін ер азамат келеді, оны іздеп, анда барып кафеге барам, трейд істеймін, анау-мынау. Әрекет істе, бірақ қатты кетіп қалудың қажеті жоқ. Өз Құдай жібереді екен деп ойлаймын. Сіздер сөйтіп кездестірген шығарсыздар, да? Біз қайрат екенбіз ба? Іздеген жоқсыздар. Іздеген жоқпыз. Өзі бір келді, жүректеріңіз селк ете қалды, почувствовали своего человека, да? Давай дейді. Менің выступлениеме келді и болды. Мен солай таныстым. Стендап оқыдыңыз сол кезде? Стендапты жыртып тастағанда. Все ғой. Сондықтан Сен қыздар стендап жыртып отқан кезде әйелің сені жыртып тастады ма? Залда отырды. Сондықтан қыздар асықпаймыз. Единственный зритель, да?
Айбат бөлме дедім ғой саған. Говори. Бөлмеге дедім ғой саған, Бөлмеге. Сондықтан қыздар асықпаймыз, өзіміз дамытамыз, сосын барып мүмкін сіздің адамдарыңыз өздеріңізге жолғар, иә? Молодец. Мынандай еще вопрос бар да. Бізде бұрында бала туу деген нәрсе, Құдай берді, туа береміз деген. Қазір кішкене заман өзгеріп, бала тууды планировать ету керек сияқты да, кәдімгідей. Расчетпен, финансовый жақ, экономический. Ол да рас. Алмайсың ба? Ол да рас. Әр бала ақша. Нагрузкасын, нагрузкасын Сіздер бір. білесіздер ғой балалар. Жаққа нагрузка салып қою керек сияқты финансовый. Подушка бірдеңе. Бізге бір баланың өзіне айына садик төлейміз, 160 мың, киімі бар, одан қосымша логопеді бар, сонымен 300 мыңдай, 400 мыңдай тамағы бар, кетеді. Витаминдері бар, Развивашкасы бар, әйелімнің развивашкасы бар. болмаса Иә. детдом өткізіп жіберіп Бірақ 18 жасқа анандай кісілер толғанда бар ғой, қайтадан бір шақырып пәтерде отырсың. 5-6 бала туып өсіп келе жатқандар бар. Ондайлар да бар, бірақ баланың развитиясына, мне кажется, қазіргі таңда ақша салу керек. Капитал. Болашақта бірдеңке болу үшін, жарайды бір бөлмеде қамап 4-5 баланы өсіресің, бірақ олардың мышлениясы, өсу понятиялары қандай болады, қандай настрой ұстайды, мынандай. Сондықтан, мне кажется, қазір білімді, нағыз болашақта жақсы өмір сүретін адам, ол уже план қойып тастайды деймін. Әр балаға да план қояды. Санға емес, сапаға жұмыс жасау керек. Жоспарлайды уже. Қазір дамыған заман ғой. Балаларымызға неше теңге салып жатқанымызды айтып отырмыз, мен айта берейін мұны. Айта бер. Мен қызым частный мектепте оқиды, 1,5 миллион теңге төлеймін жылына. Тек оқуына ғана. Оқуына ғана. Ол бір, екінші Жылына ма, айына ма? Жылына. Одан кейін 2 балам садикке барады, карателері бар, нелері бар. Мен ақшадан қиналып кеттім. Сұрайшы десе. Бір баламды аласыз ба десе. Бір балам сіздерге подарок еттім десе. Жоқ, әзіл ғой барлығы да. Ер азамат болғаннан кейін барлығына дұрыс айтып отырсыз. Ақша салу керек балаға, өсіру керек. Міне Қайрат баламды өсіріп өткізіп, ел қатарына қосып қойдым. Айболат баламды мінекей үйлендіріп десе. Сіз жыламай қойсаңыз болады, энергичный адамсыз ғой, негізі ақша энергияға келеді дейді ғой. Сондықтан сіз вообще бір деген нәрсемен ойлап тұрған жоқ. Бұл кісі энергиясы көп, любой жерде любой нәрсені жұлып кетеді да, өзінікі бермейді. Сондықтан бұл кісі вообще ойымдай қойсы бар. Сізде қанша подписчик бар? 1,200,000 ба, 300 ба сондай. Дұрыс шақырыппыз. 300 подписчик, 300 мыңдай подписчик беріңіз. Берейін, жарайды. Бірақ сіз сыйлық сыйлауыңыз керексіз да ол оқырмандарға. Геленвагенді ойнатса. Болды. Сіздің парақшаңызға не үшін жазылады? Сыйлық берем десеңіз жазылады. Болды. Мейлі ол нәски болсын, шын көңілден Аз болсын. получается постоянно сыйлық бересіз, Әрине, қандай сыйлық оқырмандар бересіз? қуантып отыру керек. Олар да сен оқығаннан кейін де тегін оқымау керек. Әрдайым қуантып, мотивация беріп, бір пайдалы болуың керексің да. Қазақша сыйлық болмайды анда, от души Алла разы болсын. Күн сайын ба, Алла разы болсын. Сәлем достар. Оқырмандармен алдын ала оны сұрап көру керек. Осылай бола ма дей, олар опросникте жоқ десе, онда өкінішке Жоқ, күнде ойлаңызшы, күнде шығам, Алла разы болсын. Қосылғандарға Алла разы болсын. Ондайға келіспейді ау. Жалпы осындай Максимум 100 адам жинайсыз. үлкен ауқымды аудиторияны ұстап тұру қаншалықты қиын? Спокойно ведь ұстап тұра бересің ғой. 1,300,000 деген негізі бір армия ғой, негізі бір ел ғой, негізі. Кәдімгі Бірақ сол оқырмандардың алдында жауапкершілік бар ғой бәрібір. Негізі бар. Өйткені осы бизнесімнің ашқаны, саудамның жүріп жатқаны сол кісілердің арқасы. Жалпы мені танып. Қандай бизнес айта кетейік жалпы? Әтір сатам. Күшті. Керемет. Бізден 2 адам болсын сізге. Жора маркетинг. Жақсы, рахмет. Онда ары қарай Жаңа жалғастырайық. проблема шешілді ма? Проблема шешілді ма? Жаңа айттық қой, Бірден шешіп асықпаймыз. Ешкімді жаңа қыздарды асықтырмаймыз, бұйырған күні өзіңнің адамың кездеседі деп. Жалпы осы орайда тағы да бір трец келіп тұр. Әдемі. Келіп тұр ма? Иә, өзі келіп тұр кәдімгі аяқпен. Қандай керемет. Не деген күшті, иә. Нәксім. Шыдаңыз, Ақжарқын. Иә. Ақжарқын ханым, мынау сізге байланысты. Давайте. Бәрі маған байланысты Қандай? сұрақтар дайындап қойған сияқтысыз. Кішкене күттіріп қойыңызшы, сабырларыңыз сынапшы кәдімгідей. Та-та-та-та-та-та. Достармен бизнес жасау дұрыс па, қате ме? О, мен сүйікті сұрағым ғой. Тух, бара. Жоқ, жалпы бұны неді трецта. Чисто случайно ма? Я чисто случайно. Осы қазіргі сұраққа орай. Ты со мной деп па. Достарыңызбен бизнес никогда жасамаңыз, туысқандарыңыз жұмысқа алмаңыз деп қосып кетсем бола ма? Иә, болады. Ол өзім басымнан өтті де, мен бір кәсібім уақытша жабылды ғой, 100 миллион қарызға кірген адаммын мен. Содан шықтым. Сол кезде түсіндім да, досты алып көрдім, там подругиді алып көрдім, басқасында алып көрдім. Қырғын шу. Ты зазвездилась, ты там анау-мынау, бір жұмыс тапсырасың ба, істемей, үйтейін деп. Лучше левый адам алыңыздар, зато ол қанша айтсаңыз да. Не істейсің енді өзіңнің неңе байланысты ғой, тәрбиеңе байланысты. Мен мысалы оқтамаймын, бірақ
басып айтамын да. Сондықтан да дос, туыс дегенді алмай, лучше жоқ деңіз, сізге бір ренжіп кетсін, бәрі ертең там тойына 101 миллион апарсаң жаның күнім ғой, қайта ренжу дегенді ұмытып кетеді ғой. Сондықтан енді сондай нәрсе өз басымнан өтті, никогда дос, туысқанды алмаймыз жұмысқа. И негізі подкастқа да алуға болмайды, дос туысқандарды. Енді Бір проект подкастқа жасаған неге бұл қанша жерде финансовый проект емес қой, сөйлеу егерде торымыз болмаса, достарымыз сөйлесе, энергиясы жақсы болса, негізі съемкаға энергичный адамдар қажет қой. Суып бүйтіп отырғанда халық чувствует ету керек та, экранның ар жағынан эмоциясын. Халқым мені. Камера жеп қояды. Камера уже переигрыш. Біріншісі жақсы ол. Енді қайталама. Болды, қайталамай. Эмоциональный Қайрат айтсын. Няшка 09 деген тредстің қолданысы жазыпты. Мужчины жуынып жүріңдерші сасымай. Бүгін метрода немене доктор мом сүйіп алғансыңдар ма или өлтіріп жағып алғансыңдар ма? Фуй дейді. Онша Негізі емес бұл парфюм сепкен шығар үстіне. Бұл өзі сол метрода жүретін жігіт. Сол метроның тредстарын алып келеді бізге. Неужели осы жайлы қозғадыңдар ма? Ема жігіт болсам да ұялып кетем кейде, подмышкасы былқып тұрады ғой дейді. Бұндай. Сен Негізі мен ше? Өзің жазған жоқсың ба? Біздер бұрында бала кезімізде мамалар жұмасына бір рет жуындыратын еді ғой. Содан бір жұмада бір рет жуыну керек деп Бәріміз сөйттік қой, бір жұмада бір жуын. қалыптасып қалған адамдар бар сияқты да. Қазір өскен организм, өскен Басын жуған, өзгерген сумен үстін жуасап үлкен адам, иә. Болған түсінбейтін адамдар көп сол сияқты. суды жұтып қойған сияқтысың сен кішкене. Жаңағындай бар еді ғой, басыңды жуасың, сосын үстін жуасың, сосын аяғын жуасың да. Бір сумен ауыстырып ба? алмау керек. Аяғын жуыпсың, все, бітті. Бір мочалкамен бір сабынды бүйтіп көпіртіп алғанымен сол бәрін Ағамнан кейін жуындырады. Сендер төртеуің қиын ғұмыр кешкен сияқтысыңдар ше. Мен нормально жуындым. Мен сразу Геленвагенге жүрдім. Мен кейін дуаласап кәдімгідей нормально. Магиннің ішінде жуындым дейші. Жоқ, кейбір адамға гормондар дұрыс болмауы мүмкін үстінен иіс шыққан кезде. Мен мысалы естідім, әйел адамдар 30 жасқа толғаннан кейін үстінен сондай иіс шыға бастайды екен. Ол жайлы естімедіңіз ба? негізі мен иіске Жаңадан бері бір иіс қаяқтан шығып жатыр деймін. Әзілдеп. иіс туралы мен негізі иіске байланысты заттар сатамын ғой, сол күнде айтамын да. Ой, там аяғына шаш жасайтындар, мынаны алсаңдар болады ғой, бір қонаққа барасың, күшті беш дастархан керемет, и бір ағаң кіреді, ана отырады. Нәскенің иісі ана бүткіл алған кезде ана бешке деген аппетитің қаш, не оған айтамайсың, көңіліне тиіп қалмай. Сонымен не мұрныңды бүйтіп отырайын десең, одан ұялады, ауызбен бүйтіп деп бүйтіп ауызбен ауа бүйтіп жұтып отырасың ғой. Анағаңа айтамын да, мынаны сыйласаң, зато бір апта иіс шықпай жүреді, зато деймін да. И Турцияға барған кезде де метроның ішіне андай метроға отырдық қой, ойбай, енді ана түріктердің сол кезде мен ТикТокқа салған 1,5 миллион просмотр атып кетті. Енді ана майымда, немде де өтті. Жалпы иіске қатысты адамның табиғи иісі де болады, әйел адамдарда еркек. Жалпы әркімнің өзінің табиғи иісі бар. Сондай білдірмей айтып жүреді екенсіз Турцияға барғанымызды. Білдірмей мақтанады. Мен жандайда байқайсыздар ма? Кейде бір бәрін айтқым келеді, ойым жинақтамай кеткем. Маған дай волю, мен 1-2 сағат тоқтамай сөйлеймін да, мысалы да. Сондықтан сіздерде де бүйтіп бір пас лақтырып отырмыз керек қой. Жоқ, өте керемет тыңдап отырмыз. Гигиена болу керек деп ойлаймын. Гигиена, әр адам гигиенаны соблюдать етсе, адамдар өзінің бір иісіне ұқсайды. Мысалы, мен күйеуім иісін ұнайды, менің иісім күйеуге ұнайды деген сияқты енді. Сіздің күйеуіңіздің иісі бізге де ұнауы мүмкін. Қалай келіп кеттің? Жоқ, ана сіздер әтір сатасыздар. Ермек таңдамайды. Сіздер әтір сатасыздар ғой. Соған байланысты енді. Ориентация нормально, да? Жолдасы точно может не волноваться. Ойындамаңыз. Сол әркіміміз гигиена сақтап жүрсе, иістер мощный болады. Кейбіреулер айтады ғой, мысалы, болашақ жолдасыңды кездестірген кезде, енді қыз жігіт болып жүрген кезде, оның иісі сені бірден баурап алуы мүмкін дейді. Иісі егер де бір-біріңе иісі подходит, генетически балалардың денсаулығы мықты болады, және де здоровый бала туылады ғой. Сіз жолдасыңызды кездестірген кезде сондай болды ма? Конечно. Бірінші иіске қараңыз ба? Түрге емес, қасқыр болып шығып жатырмыз ғой. Ана тұрардың ше иіс деген ән сендерге арналған ба сонда? Сонда бізге арналған. Бәріңе. Рахмет, Тұрар мырза. Жоқ, жалпы сонда жалпы көрермендерге айтамыз ба, біреумен танысаңыздар, иіскеңіздер. Жоқ енді жақсылап иіскеп көріңіз. Жоқ. Ол енді қараңыз, былай танысу бөлек. Ол қандай мақсатта танысады? Егер жұп ретінде танысып жатса, енді оған біледі ғой енді не істеу керек. Бірден иіскемеңдер. Өздеріне химический тартылыс дейді. Көзге көрінбейтін тылсым болған кезде оны ары қарай иістерін реттеп алады өздері. Болды. Иісті қояйық, Иіс жайлы былай ұзақ кешіп айтпаған шығар. Қайрат, жалпы қанағаттандың ба? Біздер иттермен қанағатпыз. Иә, жақсы жауап берді. Өзің қалай? Темаға сәйкес келгеннен. Жалпы әтір сатасыз ғой. Қандай әтірмен қолданасыз?
мен білмеймін, мен жолдасым алады маған атырды. Арифлей? бар ондай еркектер Мен тиктокта жоқ, сатқан кезде мен көп айтамын пайдаланбаймын, менде этот астма бар да, и поэтому редко пайдаланамын, былай. астманың несі ма? жолдасыңыз қандай алады соны себе бересіз Иә, күшті күшті духидің аты асма. подкаблук емессіз ғой подкаблук Фильм емес астма. ғой. Қалай ол подкаблук? ну енді барлық әйеліңіз айтқанын тыңдай бересіз ғой Тыңдай бересіз ба? Ну, Иә. смотря қандай әйел, тупойға әйел болса жоқ. просто енді бана бір парфюм алған себе беремін дегеннен кейін ойлап қалдым да енді Жоқ, мен ондай нәрселерге көп внимание даусым обращать содан басылып етпеймін. қалған жоқ Сіз әйеліңіздің баласы емессіз ба? Ну, сондай ма сұрақ? Сондай сұрақ қойып тұр ғой. Әйелінің ана бітейін деп қалған духиларын бере Жоқ, ол салған сияқты. бизнес сияқты делегировать етемін да. Андай Себебі тамақ қылады. ол қасымда жүретін менің ескеп жүретін. әйеліңіздің әтірі сізге қаншалықты ұнау маңызды мысалы если ұнамаса айтасыз ба сеппеші мынаны деп 200 мың қалды примерно Иә, айтамын, конечно. одан кейін ол не істейді 200 мың қалған нәрсесі мысалы Лақтырып тастайтын. Сіздің духиіңіз? Монталь. Әтіріңіз? Монталь? Мен мамам монталь сырты себеді ғой. көк сырты көк иә сондай Мен мамам монталь себеді. маған ұнайды оның Иә, иісі күшті. Анда менікі мамам айтқандай Сіз қандай фиолетовый ма, себесіз? розовый ма? Менікі 1 миллион. 1 миллион Новый шыққан последний. Бір висин. ойбай қай заманда қалып кеттіңіз деп айтайын деп едім негізі Покара бар. 1 миллион ескі аромат негізі сіз ше Жоқ. Менде 2-3 бар. Лакост. емес біреу бар десе Жоқ, самый Лакост. любимый самый любимый Маған Лакост ұнайды. Евсен Лоран ұнайды. Солар ұнайды. нормально Сіздікі ше? мен енді түрлі себемін менде көп Өзімдікін ароматтар себемін. түрлі бір күн мынау бір күн анау деген сияқты Самый актуальный, жоқ, бидік, самый актуальный осы 26-шы жылғы жаздағы болатын 3 аромат. Айтыңызшы. Шопард, Клайв Кристиан и Блю Талисман. Үшеуі хит. ұзақ тұра ма денеде Иә, ұзақ тұрады. неше сағат Киімде ше? Смотрите, сақталу туралы неше сағат туралы бағанағындай гормонға байланысты. Адамның кожасы сухой болса, тез шығып кетеді, майлы болса, ұзағырақ тұрады. Соған байланысты әркім өз ароматын таңдап біле білу керек. 5 миллиграмм, миллилитр алады менен, сеуіп көреді, майо, не майо деген сияқты. Соны байқайды. Қазір мынандай упаковкамен алып қою деген не тренд. Еркектер бірақ байқаймын, упаковкамен все равно алады. Олар андай қиып, бүйтіп жүргісі келмейді да. Алды міне мынау менікі. Кредованиес па, соны бір жыл себе береді. Еркектер енді ондайға әзір ақырындап келеді. Ну, әйел азаматшалары сондай түрлісін алып алады. Бір күн анан, екінші күн анан, бір күн мысалы свиданияға бөлек, свиданияға арналған бөлек бізде. Мен сезонға байланысты. Феромонмен бөлек бар деген. Феромон притягивает противоположный пол деген бар. Сондай. ол миф емес па Не емес па? миф емес па ол Нечестно емес па? Енді сондай деп бізге поставщиктер алып келіп жатыр, сатып жатырмыз. Негізі миф дегенде былай ғой. Бұл жерде мынандай тема өтеді. Мен TikTokта мысалы айтамын ғой, мына сепсеңіздер енді сразу жабыспайды, бірақ сізге внимание бүйтіп тартып, вау, какой у нее шикарный аромат деген сияқты. Бүйтіп бір қарайды, ары дальше больше ғой. Ароматный Өзің білесің ғой деген человек, сияқты. Бұл жерде былай. Қыздарға сигнал кетеді, типа миына аффирмация дегендей андай сеу болғаннан бүйтіп тартады да уже энергиясымен, взглядымен. Самовнушение дейді. Самовнушение. Вот сондай нәрсе. Көбінесе сондай нәрсе кетеді. Феромон тек деген қана сеуіп қана қоймай денеге көзбен де былай жұмыс жасау керек иә, дейсіз сеу ғой да болғаның уже ол жан-жағына сигнал, эмоция, энергия кетеді ғой. А еркек ондайды сезеді. Өзіңіз мысалы әйел азаматша сезесіз ғой. Жігітіңізбен де енді былай танысқан шығарсыздар енді эмоция, көз, взгляд дегендей. Иә? Сол сияқты ғой. Мужской феромон да бар. Ер азаматтар себеді, қыздар. Басқа Бірақ ол миф дейді, бірақ феромондар сатылып жатыр. Өліп алады, өліп. Бойлы екен ғой біздің әйелдердің. Бойлы. көбінесе басы бос қыздар ала ма Жоқ, мен Әйелдер маған де жазады, мысалы, мен күйеуім басын айландырып құлайтындай аромат берші дейді. Хорошо, давай деймін, бере беремін. Еркектерге ұнайтын Оны бренд. сонда неге шаян қосып бере ма сосын? Жоқ, кәдімгі Әзілдеп примерно жатыр. андай ғой, еркектер келеді ғой әйелдермен. Сол кезде, вау, вот это возьми, жена, классно дегенде, фук, мен сол жерде не етемін, өз-өзіме метка қоямын, мына ароматтарды еркектер. Сөйтіп бір екеуіне тест етіп аламын, и сол ароматтарды ұсынамын сол қыздарға. Міне мынаны алсаң, еркегіңіз сынады, аяғыңызға Сіздің құлайды. мұрныңыз күшті жұмыс істейтін сияқты. Сіз Емес, байқаймын ше, Құдайға сіз отырған кезде бүйтіп отырған сияқты. кімнен қандай иіс шығып тұр деген сияқты ма Аллаға шүкір. Кімден алыс отыру керек. Иә. Жалпы онда ары-қарай жалғастырайық, Иә, иістер туралы жалғастырайық. бітсек. Давайте мен жалғастырамын онда. Так. Келесі трец. Будильник қоймай ұйықтап кетіппін. Жер сілкінісі өзі оятты. Рахмет Алматы. Сервис деңгейі мықты екен дейді. Өзінің трецін оқып жатыр. Мысалы, қалай Өзім жауап? жазамын да өзім оқимын. Өзінің трецін оқимын. Мысалға, Ермек, сен, наверное, вообще уайымдамайтын шығарсың да, сен местныйсың ғой, алмайды. Иә, мен уайымдамаймын. Біз жер сілкінісінде туылдық қой. Да. Жер сілкініп Менде жатқан мынандай болады, ұйықтап жатқанда жер сілкінісі болып жатырған сияқты ощущение болады. басың айналып Мен ойымша, Басым айналып, иә. И часто болады. А именно землетрясение Сен қайда болғанда ұйықтайсың? ондай болмайды менде. Вообще негізі чувствовать етпеймін. ең кереметі былтыр болды ғой деймін, иә? Қаттысы. Фотолар ше. Кереметі Қатты. деген қалай болды? Жоқ, енді ең қатты
қатты бір бәріміз дүр сілкіндірген былтыр болды. Адамдар бірден тыржалаңаш далаға шығып кетіп жатты. Сода түрлі фотолар болды. сол кезде немесныйларды анықтап алады иә. Неғып айтпай Қытайда болды. Екінші бизнес Вообще Қытайда болмыз. Бірақ уайымдадым, үйге племянницам мен көмекшімді тастап кеткен ғой. Көмекшіңіз бар еще, ё-моё. Землетрясение кезінде көмектесетін көмекшім. Сол кезде жаман стресс аламын негізі. Бірақ оны сезінген жоқпын. Сол үшін айтпаппын ғой. 100 миллион қарызға кіргенде алғам, бизнесім жабылғанда алғам. Бірақ өмір жалғасады, онымен бәрін бүйтіп қойып жүрмейсің ғой. Күшті да, 100 миллион қарыз деп позитивно сөйлеп кеткен да. Әр нәрседен тек жақсы жағынан алатын потенциалын көрсеткен екен. Сен 100 миллион спокойно таба аласың, давай, расти де. И мен оянып қалсам, так, мен істесем қалай болады деген сияқты уже бит 100 миллионнан шығам дегенше. Осындай стресстарды нешеден алып отырсыздар? 99 теңге. TikTokта сатамын. менің курсыма кел десеңші. Менің курстарым бар, мен жетеді ойбай. Жалпы енді мына сұрағына қанағаттандың ба? Жер сілкінісі. Иә, маған просто қызық болды реакция адамдардың. Мен айтамын да, жаңадан көшіп келген адамдар Алматыға, оларға қызық шығар, андай эмоциясын білдіреді да, далаға шығып кетіп, бүйтіп сөйтіп трусымен жүріп та. Алматы инвестор, мен мысалы бір 2013-те болдым, бір алматылық жігіт тоже бәрі жігіттермен тұрып жатқан кезде вообще қимылдаған жоқ. Мен де сондаймын. 4 балл болды вообще. Землетрясение, ладно деді. Менің әйелім қатты уайымшыл. Бір жер сілкінсе бүкіл туысқандарымызға звондап Қарағандыға кетеді ма? Жоқ, түгендеп шығады бәрін ше. Бар, Мен мамама звондайды, бәрі нормально ма? Ана звондайды, бәрін түгендеп шығады. Шығыңдар, үйтіңдер, бүйтіңдер деп па? Иә, айтар, бәрін түгендеп шығады күшті. Сол жағынан әйелім жақсы көремін. Әйеліңе сәлем жолдап жүрсең. Мен сені жақсы көремін. Феромон алып келемін бүгін. Намек деген страшный кетіп отырмын да. Ерлі зайыптылардың қарым-қатынасын қандай нәрсе бұзады? Біреуін айта кетесіз бе? Мен ойлаймын, ол... Сен ше сұрақ қойып өзің жауап беретін күшті екен, Жоқ. Бірден мен ойлаймын деп басып кетемін. Жоқ, біріншіден мен өз ойымды айтып кетейін. Сіздер ойлана тұрыңыздар. Қандай әңгіме айтатындарыңызды. Иә, мен сіздерге қарағанда дайындаламын. Біріншіден, ол ортаға түсетін адамдар, яғни екі ерлі-зайыптының ортасына, қарым-қатынасына араласатын адамдар. Екіншіден, ер адамның құмар ойын ойнауы, яғни сондай дүниеге бір қызығушылық таныту деп ойлаймын, ол да отбасын бұзады. Үшіншіден, ол әрине көзге шөп салу. Ол да әйел адамның көңілін қалдырады деп ойлаймын. Көзден шөп шегу бар еще. Көзінше шөп шегу. Сіздің ойыңызша қандай дүниелер... Негізі мен тұрмыс құрғаныма 2 ай болды ғой, мен қатты бір 3 жыл енді бізде оның астында түсінбеушілік болды. Бірақ мен ойлаймын, бәрін бірақ сөзбен айтайын, жауапкершілік ер азаматта. Сөзіне деген жауапкершілік, ісіне деген жауапкершілік, іс-әрекетіне деген жауапкершілік, мақсатына деген жауапкершілік, целіне деген жауапкершілік. Көп екен жауап. Барлығы жауапкершілігі болса ғана әр өзінің бағана. Сіз айтсыз ғой, осының бәрін бір сөзбен жауапкершілік дейінші. Жауапкершілігі мықты, сөзінде нық тұратын, айтады ғой, ердің 2 сөйлеген өлген, емені ағаштың майысқан сынған дейді. Сондықтан ер 2 сөйлемейтін болса, ісіне жауапты болса, барлығын орындаса, бітті. Ол ер азамат әйел адам көтеріп тастайды, болды, ешқандай сөз жоқ ой. Эмоциясы әйел адам просто бүйтіп тұрады, жанкым, что ты хочешь, давай, все твое, все твое. Сіз болашақ жарыңызбен танысқан кезде қандай бір қасиетіне қарап? Жаңа қасиеттер. Тағайшы. Жауапкершілік. Жоқ, мүмкін өзіне тән бір ерекше қасиеттер бар шығар. Негізі мұғалім. Мен де қазақ тілін әдебиет пәнінің мұғалімі. Шіркін, бәріңе 2 саған 2. Так, балалар, А әрпін жазуды үйренеміз бүгін деп. Негіз бастауыш сынып мұғалім. Бастауыш сынып. Как раз логопедпен жұмыс жасау керек мына жігіт. Фониатр менде, логопед емес. Логопед сақауларға. Иә, менде фониатр. Айтып жатыр еді, ұмытып қалдым ғой что-то. Жаңағыдай. Мұғалім дегенің өзі мұғалім. Бұл кісіні тыңдай бермеңіз. Бұл кісіні тыңдай берсеңіз, қаскелең жаққа кетіп қалады. Жаңағы болашақ жарыңызды кездестірген кезде қандай қасиеттеріне ерекше? Негізі айтамын ғой, бағанада айтып жатырмын, сөз деген энергия деген құбылыс тартады дегендей, негіз бүйтіп айтатым всегда. Мен басатын ер азамат керек. Ой, кешіріңіз, қолым бүйтіп кеттім ғой. Мен басатын ер азамат керек маған. Мен мінезім басатын деп айтарымды айтып алып, тура жасы кішкентай болса, бірақ менің мінезім басатын ер азамат жолықтырды. Прям взглядпен да. Бір қараймын. Қалай қарайды сізге? Қалай қарайды көрсетіңізші бір. Взгляд. Жолды ғой сол жерде піш. Қазір кеп бізге жүріп қарап жүрмейсің? Бұл жерде бұның ішіне кіреді тәрбие, сыйластық и сезім де бар. Мне кажется, сезімсіз ешқайсыңыз үйленбейтін сияқтысыздар. Сезім деген ол сен ер азаматын жақсы көргенде, енді
көбінесе сынасың. Негізі айтады, ер азаматқа служение, Аллаға деген сүйіспеншілік, Аллаға служениемен бір дейді да, андай не деуші еді? Қазақша айтып жіберіңізші. Армияға служить ету. Жоқ, табыну емес енді. Не деуші еді? Служение может, служение Аллаху, да? То есть ер азаматтың разылығын ала берсең, Алланың разылығымен тең дейді ғой. Сондықтан Артынан деген өлең ойырамыз. сондықтан сондай нәрсені ұстанып алдым мен негізі. Идеальный адам жоқ, шықылай берсең бықсық шыға береді негізі. Бір-бірін шықылай. Сондықтан көз жұматын нәрселерге жұмып отыру керек. Негізі мықты еркектің артынан мықты әйел тұрады. Әйел қаншалықтың сабыры, төзімі жетеді, солыққа дейін отбасы болады екен. Әйелдің төзімі біткен кезде отбасы құрайды. Өйткені еркек адам да тоже енді береке дейді ғой. Еркектің өзі отырысының өзі береке, тұрысының өзі барының өзі береке. Ал сол берекені бүйтіп ұлғайтатын, вулкан қылып шығаратын әйел адам. Фу, мал бағасын ба дейді ғой, қыс бойы семьясымен окорочка жейтін қыз дейді. Түсіндір ма? Жігіт жазды ғой, Алихан Айтбаев дейді. Мал бағасы. Алиханды кім ренжітіп жүр екен? Түсіндір ма негізі? Трэдсте еркек адамдар көп өсек шығып кеткен. Ой, Ренжімеңіздер айтпаңыз. енді. Бес саусақ бірдей емес, бәріңізге топырақ шашып жатқан жоқ. Мен мына саусақпын. Еркектер страшно өсек айтады. Білмеймін, или одан кайфует, или психологически неуравновешенно, кешіріңіздер, но бар. Мен тиктокта отырамын, неше түрлі ауру сөздер жазатындар бар. Сондықтан мынау енді бір сарказм бекен. Сарказм ғой енді негізі, иә. Сарказм, но имеется в виду, мен осыны артында айтып қояйын деген, может, дұрыс нәрсе шығар. Әңгімеңізден кейін кесіп аламыз да, салып жібереміз. Еркектер бар ғой, страшно өсек айтады деген. Салыңыз, мен оны тиктокта күнде прямой эфирде айтып жатыр. Мен өтірік айтпайтыннан как есть, бетке былш қой. Өте Жоқ, бұл Алиханды кім ренжітіп қойды екен деймін да, осындай жазба жазатындай. Жігіт басымен қыз жазса, жарайды. Ол әзіл ретінде Травмасы бар адам. Иә, травмасы бар адам. Жоқ, басқа жағынан да қарау керек қой негізі. Алиханды қорғап отырсың ба? Алихан туысқан ба сен? Сен онда окорочка жейтін қызбен араласпасаң, Ау. окорочка жейтін қызбен араласпаса, ет жейтін болсаң, неге араласып жатсың мысалы? Оны барып Трэдсқа жазып, Как будто маған ұрсып отыр да. бір ұят нәрсе Алихан саған сияқты. ұрсып отыр мынау. Трэдс рахат болды негізі, жаза Сіздер жалпы бересің. окорочка жейсіздер ма? Жейміз ғой. Тамақ талғамаймыз. Главное, дұрыс пайдалы зат болса жеденге жемеске. Окорочка Кішкентай белок қой. кезден бастап Окорочка қара белок. нан жеп өскен қыздармыз ғой біз. Окорочка тауық емес пен. Әдем болды. Осы өмірге келгелі бері сенен естіген әзілім осы күшті болды. Жоқ, мына жерде ол қыздың самооценкасын айтып тұр ғой. Өзіне қарап алмай. Қоймайды екенсің, Барынша иә? Алихан шығара алмадым мен мына жерде. Че, только я за Алихана, да? Ну ладно, Алихан, сен басы қатыра бермей, дұрыс Алихан, давай, нәрсемен я не смог айналыс. тебя спасти. Спать? Я не смог с тобой спать, па? Монша адал және арам болып бөлінетін болған ба? Дін тұрғысында шын шайтанның мекен ететін жері әжетхана монша базар іш емес пе еді? Адал монша болса жуынатын жерінде құлшылық жасауға болатын шығар деп ойлаймын. Олай болмаса адал деген сөзді көрінген тесікпен есікке жамаудың қажеті жоқ. Құдайдың қара суына да адал деген мөрдің қажеті жоқ. Қара судың арам болғанын естімеген екенмін. Жігіттер, насилка бар ма? Алып кетіңдерші мынаны. Шығарма ма? Кішкене тыңдап, до конца тыңдайық та. Мен мысалға моншаға бардым да. Сен моншаға бардың деп айта берші, ананы оқымаймын. Неге Недавно моншаға бардым, и ол моншада анандай монша екен да. Қыздар болды дейсің. Андай халал монша екен да. И бәрі шортимен немен жүреді екен да. Кіндіктерін тізерлерін жауып. А ты настроился увидеть, да, и мен всё. прям жоқ, мен прям жуынуға бардым да монша, кәдімгідей жуынуға бүйтіп. Шлапшынды қойып, шлапшын деме, табақ деме, сен қалай айтады. Тазик. Дасы дейді бізде. Ас салып. Қалай? Шаркентте дасы дейді. Дасы. Сіздер білесіз ғой чөмші? Дасы, тегеш, чөмш. Неге үндемей отырсың? Соның осылай да болған ол. Я шлапшынды алып, кәдімгі жуыны беріп қойғанмын да, а мына моншада бәрі шортимен жүр да, и маған айтады да, типа, шешуге Сен болмайды. баласың, кішкентай балалар ана жаққа жуынады дедім. Шешуге болмайды дейді да. Одевайся деді ма? Онда прям курткамен жүре бермедік па деймін да, сол моншаның ішінде. Жоқ, мына жерде сурет тұр. Купальникпен келіп ап жүретіндер. Ай, моншаға келдің ба? Толығымен жуыну керек қой. Қыздар да купальникпен келіп. И андай қазір көріп отырсыздар ма, бір шулап кетті ғой. Еркектер отырған парилкада қыздар да отыр да, ішінде купальникпен. Қаншалықты орынды дейсіздер? Ауыспа да ма, Общая допустим, баня типа, да, бірақ халяль, якобы возможно, да? Там Ол қалай ол? алкоголь сатпайды, 50 бірақ та градус. парилкада қыздар да отырады, еркектер де отырады. Ана жерде мысалы отбасылы еркектер Сол жерге бар, феромен қасында керек. дегендей. Феромен. Сол нәрсені дұрыс нетпедім ше. Қазіргі баняда танысуларда мысалы ана жерден еркек по-любому купальник киген қызға бүйтіп
қарамаса да былай көзі кетіп қалады ғой, по-любому еркек ол қарамаса еркек көзбен жақсы көреді дейсіз ғой еркек. кетіп қалады, бір бізге о деп өстейді да қайтадан мен үйленгенмін дейді да, бірақ ол дұрыс емес деп ойлаймын. Сол вообще сол нәрсені қозғау керек. Ассалаумағалейкум, өзімнің моншам 100 рет жақсы да. Моншаң бар ма сенің? Бәрі парилкаға кіреді, еркектер кілең. И бәрі өлең айтады да, париция етеді, короче, бәрі. Қазақ болып тумаған да не терем деп. Еще бет нетестері самолет болып бірдеңке болып, короче. Ақша тарататындар бар ғой, парилкаға кірсе ән айтып ақша таратады екен. Ер адамдар жақсы. Күшті. Чисто ұлдар, Я кілең еркектер, женский отдел отдельно. Жоқ, кірмейді. Сенше Сондай айтты. жаңа не метроны айтпай тұрып бірінші баняға баруың керек еді. Одан барып метроны айтсаң күшті болатын еді. Жоқ, мына жерде жаңағы жазбасында монша қасында халал деп жазып тұрған да. Ол қалай қаншалықты дұрыс халал деп. Сонда харам моншалар да бола ма сонда? Енді қазіргі таңда былай бір ғой. маркетинг деп санаймын. Маркетинг қой енді. Любой нәрсеге халал деп Қазір жазады. садикке шейін халал харам болып кеткен ғой. Ол кішкентай сәбилер қалай Жалпы енді менің ойымша қатты халал харам дүниеге кетпей қояйық. Жоқ, ол бір манипуляция ғой, мысалы халыққа деген. Мысалы халал, харам деп халал, басқа банялар харам. 3-4 рет көмектессең, соны уже должны ретінде қабылдайтын адамдар. Басында шынымен рахметін айтып жүреді. Әр көмегің үшін ол жақсылық жалғаса берсе есіріп кетеді. Уже жасап жатқан жақсылығың норма болып, ол адамды таң қалдырмайды. Яғни қалыпты жағдай секілді қабылдайды. Соңына бір рет отказ берсең, сенен жаман адам жоқ дейді. Жалпы көмектесуге Бірден өз ойын айтатын кісі. Сен күшті оқисың, сен маған Айжан дауысына отыршы, ертегі оққандай. Қалай балалар, ертегі ұнады ма деген сияқты. Мен ойлаймын, егер шамаң жетсе көмектес, бірақ орнымен. Бірақ орнымен. Лимит болу керек сияқты. Көмектескеннің күннің өзінде де. Кейбір адамдар жақсылықты өздеріне сен жасау керексің маған деген сияқты қарым-қатынас жасайды мысалы. Сіз мысалы бизнеспен айналысасыз, жан-жағыңыздағы адамдар да көп. Осындай жағдайлар кездесті ме өміріңізде? Осы жерде бір туысқаным туралы айтсам бола ма? Сол стористі көретін шығар ол видеоны. Құрметті Блогер екенсіз. Мысалы Айболат біздің көмектескен жақсы көреді. Жалғыз басты қыздарға жаман жақсы көреді. Неге жалғыз басты? Әзіл деп жатыр. Бірге болдық қой. Екеуміз көмектестік қой. Так дешевле. бар ғой. Қатырасында сендер сабзирасыңдар ма? Сол баяғы туысқан, дос дегендер арасында ғой. Көмектеспесең, ой, ты зазвездилась, чё, анау-мынау деп шығады. Негізі былай бір история айтып берейінші осы жерде, білмеймін, месту, не к месту. Вообще әрдайым адам көмектесіп жүру керек та, и оны айтпау керек, мен мынаған көмектестім, мынаны айт. Ұмытып кету керек та. Жүре беру керек та, бәріне көмектесу керек, ұмытып кету керек. Сол кезде бір кездер мен андай бір машинаны жалға алатын бар ғой, енді атын айтпай ақ қояйын, соны тормоз газды перепутать етіп соғам. Сонымен, короче, сол жерде быт-мыт ана инспекторлар келеді, гаи-маи келеді, соны 700 мыңға түсем, ол кезде ше бүйтіп жүрген кезім, өзім әрең күні 50 мың теңгені бүйтіп айналдырып лагманда сөйтіп жүрген қыз болатын. Әке-шешем жоқ, бәрі жалғыз өзім тұрмын сол кезде. Бір кісі келеді да, енді өзім қайырымдылықпен айналсам, бүйтіп бәріне көмектесіп жүрем. Бір кісі келді, аяқ асты, мен электр іздеп жүрмін деді, сонымен ана жерде мен үй баған, ана жерде хозяин бәрі, анауым сындырғаным үшін 100 мың, машина мынаны деді, машина айтты, ертең офисқа келесің, 700 мың теңгені сосын төлесің, біз кеттік деді, протокол жазып кетті, гаишниктер правамды алып кетті, ана хозяин тұр, мынаны шақтың сен, эстоның есігіне тақалғанда төбесіндегі әйнек шағылып, есік майысып кеткен ғой, сонымен төле, мен анау-мынау арендательмін дейді. Сол жерде бір кісі келеді да, бір түрі білмеймін, бір даже бар ғой, Шоқан Уәлихановқа ұқсайды. Че там, не болып отыр, не болды дейді қарындасым. Тұрмын ана жерде. Че там жігіттер былай кеттік жеке дейді, 100 мың теңге санап береді да, ана ерге кетіп қалады. Мен танымаймын, бүйтем. Аға, сіз лагман беремін, сізге номерін қалдырыңыз деймін, мен лагман сатамын ғой. Жоқ, қарындасым, нормально дейді. Сіздің бүйтетін олар. Вот тебе повезло, ты что, откуда его знаешь? Я говорю, не знаю его деймін. И береді да кетіп қалады. Көрдіңіздер ме, бір айтады, мен әзірейіл ма, мынау кім деп қаламын ғой. Өмірімде көрмедім де, номерін алмадым да, просто садақа жасайды да кетіп қалды. Соны айтайын дегенім, садақа жасайсың ба, біреуге айтып мақтану қажет жоқ. Жасай бер, көмектесе, Алла тағала өзі бір жібереді де саған күн. Қазақтың жігіттері туралы айту керек, осындай бір қазақтың жігіттері бар. Мына керемет түріне бүйтіп қарасаң, Шоқан мұрты бар, соны ғана запомнила болды. Маған келе ма?
мен ғой деп. бойың ұзын ба өзің? оған теңгелермен бердім ақшаны. енді не жағын мындай цвет кожа анау мынау келеді, шашыңыздың цветі кішкене осындай біз келеді. сияқты жігіттер ғой бәріне. өзін мақтай Айтпайын береді деп едім деші. Айтпайын Өмір деп деген едім. непредсказуемый дейді ғой, жизнь непредсказуемый, сонда көмектесе беріңіздер. Әйтеуір алла тағала бір жерден сізге береді екен, соның орнын жабады екен қиналған жағдайда. Сол үшін я в шоке была тогда. өте керемет. Сол көмектесе ой беріңіздер. салатын оқиға екен. Айжан, біздің. қазір Кинодан бағдарламадан да. кейін есіме салшы, мен саған 5 мың единиц жасап жіберейін. Жоқ, ақшалай берші маған лучше. Көмектесіп жібереді. Каспи голдқа. Давайте мынаны обсуждать тек. Я работаю из дома дейді, но для моей мамы я лежу дома дейді. Мен, короче, үйден жұмыс істеймін дейді. Мамам үшін мен, короче, иә просто үйде бір жерге жатқан кетіп адаммын. қалу керексің. Ер короче, үйден шығып азаматтың кету керексің. азығы түзде деген бір әдемі дүние бар. жоқ Сондықтан мысалы да ол жұмысты үйде отырып істейтін болсаң да, кафеға барып істейтін болсаң да, бір қаңғып жүріп Үйге істейтін келгенде болсаң да, андай важный түрмен келді да, шаршап, иә. сондай болып Сен жатқан. сияқты ғой. ер азаматтың азығы түзде бір кезде жігіттер. удаленка жұмыс істедім, очень мне Береке болады да. ұнады, Иә. жақсы. Көптеген творческий адамдар, мысалы көп біле бермейді, көп творческий адамдар олар параллельно жұмыс істейді да, и жұмыстан келгесін өзінің дүниесімен айналысады да. По сути, екі жұмыс жасайды да. Жұмыстан шығады да, выступлениеға барады, неге барады, и солай Еще түнде жұмыс жасайды. кешке түнгі 11-де 12-де шығады, 1-де шығады, үйге қайтып келеді, ұйықтайды, жұмысқа кетеді. И сондай өмір сүреді да, и это вообще развитый елдерде, дамыған елдерде это считается нормальным, оказывается. Бізге тек жаңа жетіп жатыр да. Бір жұмыс өзіңді аштан қалмау үшін, екінші жұмыс развитие үшін. Менің ойымша талантпен адам жұмыс істеу керек. Бұл талантымен жұмыс істеген адам жетістікке тез жетеді. Жалпы Ойыңызда қандай талант бар, соны ашу керек та. Мынаны Сол направлениеде кетеді. трецқа жазайықшы. Талантпен жұмыс істесең, Тез жетістікке жетесің. Жазып Тез алайықшы. жетістікке жетесің. Талантпен Кейбір адамдар жұмыс мысалы істесең. бір жұмысқа тұрып алады Абайдың да. сөзі сияқты жазып отырсың ғой кәдімгідей. енді трецқа жазамыз. Талант сөзі. Мысалы, кейбір адам бір жұмысқа тұрып алады да, надоела эта работа, утром не хочу вставать, бесит, все раздражает деп, амал жоқ ақшасын істеп жүреді да. Ал кейбір адамдар, мен жұмысқа баратым, вау, бүйтейік, сөйтейік, ау дейді да, өзінің талантымен, то есть дұрыс направление Өтірік таңдаса. позитив емес па? Қалай Жоқ, ол? жоқ, жоқ. Мысалы, біз кезінде мені мұғалімдікке жіберіп тастады да, әке шешем қинамас үшін грантқа түсе салдым, чтобы олардың қалталарын нетпес үшін. Бірақ қалыпта диплом жатыр. Мұғалім керек емес маған. Мен творческий, мен мысалы Асфендияровқа түскім келді, бірақ ол кезде ақша болмады дегендей. Бірақ бәрібір де мен осы камера алдында жұмыс жасау, шоуға түстім да, өзімнің андай массовка бар, бүйт, әйтеуір көрініп, звезда болдым деген сол. Мақсатым сондай болған мен мысалы. Орындалды ол. Орындалды соған жету арқылы, бірақ мамандығым жайындағы өйткені навязывали. Кішкентай кезде міне сен мұғалім болсын, дәрігер болсын, бар, осыған оқисың. А баланың сөйлесе беру керек қой, мысалы сіздер родитель десе, балам не қалайды, не істейді, қандай мамандыққа барады. Соның барын сөйлескен кезде, өзінің таңдауымен кеткен кезде, ода тез жетістікке жетіп, миллиардер, миллионер болып жүре береді ғой. Мен мысалға химия бітірдім да, бірінші мамандығым. Екінші мамандығыма мен түстім, чтобы Москваға бару үшін. Мен Москвада оқыдым да, юриспруденция. Бірақ мен ол жерде оқып жүріп, параллельно өзімнің шаруаларыммен айналып жүрдім да, творчество жағынан. Тағы бір 4 миллион теңге жинап берейік мына Бір балаға. бүйрегіңіз тартып тұр де творчествоға. Тартып тұрады ол. Сіз, например, талант деп нені ойлайсыз? Қалай ойлайсыз? Талант әртүрлі. Біреу мысалы қараңыздар, біреу мебель жасайды. Талант туралы. Анау мебель жасап, таңнан кешке мебель жасайды. Олар Біреу емес, қарайды да, ол- мә, анау мебель жасап шаршамаймын, надо одно и то же дейсің да, бірақ ол одан кайф алады да. Күшті мынаны былай істесем, мынау стульяны бүйтіп жасасам, мына жеріне мынандай ой жасасам, и соның бүйтіп түсіндіргенде процесс барысында кайфовать етеді да. Кайфарик. И ақша өзімен өзі бүйтіп келеді да ананың энергиясына. Сол сияқты ғой. Қыз сындырудың өзі талант қой, бәлкім ол жағын зерттемеппін. Бүйтіп Жалпы мысалы бүйтіп сындырады да жаңағыдай бүйтіп. Мынаны қалай сындырсам? Сен солай сындырасың ба? Қазіргі қыздар ондайға сынбайды, Да. Ермек. Да. жігіттер қыздардың параметрына көп қарайсыздар, бірақ толық қыздарды удачно тұрмысқа шығып жатыр ғой деген нәрсе. Маған қарап айттыңыз. Жоқ, ондай емес. Анандай толық қыздарда күшті удачно шығып жатқандар бар ғой. Сол не деп ойлайсыздар дегендей лақтырып қоясың да, жігіттер ненің не ол? Бұл жерде не роль играет дегендей. Энергия, әрине. Матрас Лучше по волнам, чем по Енді скалам понятно, дегендер что ғой. жігіттер любят глазами, мужчина любит глазами дейді, бірақ та бәрібір толық қыздарда удачно шығып жатқандар бар. Себебі неде деген сұрақ тастап қоясың да. Қазығарда жақсы көретін жігіттер, может. Негізі толық емес, бөліп керек емес қыздарды. Жоқ, имеется в виду анадай қыздарға мотивация да. Әр қыз бақытты болуға лайықты. Менде бір дос қызым бар, нормально жігітке шықты. Да? Иә. Өзі қандай? Өзі айтпай ақ қояйын, көріп Төрт қалса дұрыс мен па? сол екенін түсініп қойды. Бірақ өз жігіті өзінен 7 жас 8 жас кіші, там ақшалы, И 20 килограмм, дерзкий, да. 20 Бірақ сол килограмм күйінде жақсы көрді, ол арықташ ештеңке деп айтқан жоқ. Сол күйінде. Нәзік шығар бәлкім. Жүрегі таза шығар.
подругаларыңызбен куыстарыңыз бір дейді 7 жас кіші сондайларға да жоқ не все конечно бар бірақ араларында бар сонда хит болып кетті ғой что то соңғы кезде ерке есмахан мен райымнан кейін бәрі кетті ғой солай нормально деп негізі өзі құдайдың қалауы ғой дұрыс қандай болсын үлкен болсын кіші болсын ең бастысы бастысы махаббат жасқа қарамайды бүгінгі трецтің соңын осылай әдемілеп аяқтайықшы махаббат жасқа қарамайды махаббатпен бітірейікші махаббатпен бітірейік иә мотивациямен махаббатпен бітірейік аман сау болыңыздар және де әрдайым әдемі иіс себіңіздер ал әдемі иіс керек болса біздің Ақжарқын дүкенінен әдемі иістер алыңыздар және де бұл тек қана кейбір кездері андай өздері иістерін таппай жүрген адамдар болса қандай духи аламын деп пожалуйста Ақжарқын ханым жаңа өзі бүйтіп тұрып мен мынандай саған мынандай жарасатын сияқты саған мынандай жарасатын сол сияқты сіздерге де осындай әдемі әтірлерді өзі тауып береді сеуіп береді комплимент қабылдай береді шашып береді туып береді шашып береді рахмет сізге көп Сізге рахмет. иә бүгінгі шығарылым көңіліңізден шықты деп ойлаймыз келесі рет келген кезде или әтір ударить етейік па деді на одной волне ғой әтір бизнесіңіз болсын келесі келген кезде лагман ханаңыз болсын барлығы болсын лагман әтір араласқан лагман болсын бәрі болсын форбстан көрейік сізді бұйырса. әмин айтқандарыңыз есте мәссаған сіздер де творчество біраз жылдан кездесеміз десең онда бизнеста осы жасаған проекттеріміз миллиондар жинай берсін әумин рахмет есте қаларлықтай халыққа бір дұрыс нәрсе насихаттайтындай және де көтеріңкі көңіл сыйлап жүре беріңіз өйткені көтеріңкі көңіл жасты ұзартады дейді сондықтан сіздерге күлкі сыйлағандарыңызға рахмет жасын бір 100-ге дейін ұзарттыңыздар әумин рахмет көп енді бізде бағдарламаның соңында не бар Бітпей ме? тосын сый бар біз жалпы келген адамдардың фигурасын көрсетеміз ал қанекей Құрметті достар, лайк басамыз, комментарий жазамыз, колокольчикті басуға ұмытпаңыздар. Бұл трецтан